Баршаңызға сәлем, арнамызға қош келдіңіз. Бүгінгі видео қалаулымдар бағдарламасына өзімнің ойым, жеке көзқарасым, пікірім жайлы. Ал сіздер қалай ойлайсыздар? Төменге комментарийге жазсаңыздар болады. Қалаулым бағдарламасы бізде екеу, аттары ұқсас. Негізі қалай атасақ та істеп отырған жұмыстары бір, халыққа аттары айтып тұрғандай шоу көрсету. Сонымен бүгін қалаулымдарды бірінші және екінші деп атайық. Екі қалаулымда аптасына 5 күн, 3 сағаттан 6 сағат тікелей эфирде болады. Сондықтан мен көрермен ретінде осы бағдарламалар жайлы өз ойымды сіздермен бөліскім келеді. Негізі бұл бағдарламаларды мен күнде үзбей көремін деп айта алмаймын. Бос уақытым болмайды. Ара-арасында көріп бақылап жүретінім енді рас. Соңғы кездегі менің назарымды баса аударған бағдарламалар айналасындағы болып жатқан шу әңгімелер, қатысушылардың қашып шығуы, бағдарлама ішінде болып жатқан адам сенгісіз жағдайлар. Жалпы менің осы айқай шу мәселесіне көзқарасым бейтарап. Себебі біріншіден мен ол бағдарламаларда болғаным жоқ, басы қасында тұрғаным жоқ. Ал екіншіден әркім өзінен өткенді өзі біледі. Яғни сонда қатысушы болып отырғандар не айтса да рас болуы да мүмкін. Оны енді уақыт көрсетеді. Бұл жайлы айтылып та жазылып та жүр, ол шындықты да көп ұзамай біліп қалармыз. Бірақ өз басым қарсымын бұндай бағдарламалардың өзіне түбегейлі. Екі себебі бар. Біріншіден шоудың аты шоу, шамасы бір бөлігі сценарий бойынша болады. Себебі аты айтып тұрғандай шоу бағдарлама. Ал екінші себебім мемлекет қаражаты жоспарсыз жұмсалып жатыр деген ойдамын. Бірінші себеп шоу бағдарлама дедім. Міне дәл осыны кейбір бағдарлама қатысушылары әлі де түсінбей жүрген сияқты. Яғни бағдарлама шынайы, рас болар. Бірақ бұл шоу бағдарлама. Шоу бағдарламаның мақсаты тек қатысушылар мүддесін көздемейді. Қаражат салынып бағдарлама ұжымы жұмыс жасаған соң өздері де пайда табу керек. Сонда бұл бағдарламалардың мақсаты қатысушылар мен қосымша сценарийлер арқылы мүмкіндігінше халықты көбірек өздеріне тарту, ал осы бағдарламаларды сатып алып өздерінде көрсету арқылы телевидениедегі телеарналар өздерінің рейтингін көтеру. Себебі бізде телеарналардың барлығы дерлік жекеменшік. Сонымен бағдарламаның мақсаты тек қатысушыларды ойлап қоймайды, өздері де пайда табады. Яғни әрбір қатысушы олар үшін персонаж. Байқасаңыз, қатысушыларда рөлдер бар. Біреулері қатып қалған қазақи, ал біреулері заманауи деген сияқты. Бір-бірімен пікір таластырып бағдарламаны қызықтетіп отырады. Керек десеңіз айқай-шу шығарып төбелесіп те жатады. Сондықтан қаласақ та қаламасақ та өздері қосымша сценарий қосады, бағдарлама халыққа өтімді болу үшін. Сонымен қоса үшінші жақ болып тұрған телеарналарда өз рейтингтерін көтеру үшін көрсететін бағдарламалары қызықты болуына мүдделі. Яғни бағдарлама барысында болып жатқан қосымша сценарийлерге телеарналарының қарсылығы жоқ деген сөз. Сонда бұл жерде үштік. Бірінші, қатысушылардың мүддесі ол жеке өмірі. Екіншісі, екі бағдарлама мүддесі көрермендерді қызықтырып өздеріне тарту қандай жолмен болсын. Ал оларды көрсететін телеарналар мүддесі өздерінің рейтингін осындай қызықты бағдарламалар арқылы көтеру. Қарап отырсақ, бұндай жартылай өтірік шоу бағдарламалардың халық түгілі қатысушылардың өзіне де көмегі шамалы. Ал енді екіншіден, ойлаймын халықтың ақшасы сізбен біздің бұндай өзгелердің жеке өміріне арналған бағдарламаларға жаратылмау керек деп. Жеке өмір ол әркімнің жеке шаруасы, ал мемлекеттің бюджетті қаражаты халықтың экономикалық жағдайын көтеру үшін осы мемлекетке пайда әкелетін жобаларға жұмсалуы керек. Себебі қазір бізде халықтың жағдайы нашар. Оны біз қоғамымызда болып жатқан наразылықтардан да көрсек болады. Кеше бүгін коронавируспен күресу үшін халықтың ақша жиналып та жатыр. Ал ақш-та әрбір азаматына осы коронавирусқа байланысты $1000, ал сәбилерге $500 бөлінетін болыпты. Сонда сұрақ, бізде қалтасы жұқа мемлекетке осындай қос шоу бағдарламалары неге керек?
Жалпы әлемдегі дамыған елдерде бірінші орында экономика тұрады. Үкімет билігінің жоспары қайтсе халықты әл-ауқатын көтереміз деген мақсат. Олай болмағанда бұндай бағдарламалар кейбіреулер үшін тек мемлекет қаражатын жымқырудың бір жолы. Себебі отбасыларының бұзылуы, жастардың үйленіп үй бола алмай жүруі, әлеуметтік жағдайдың төмендігіне тікелей байланысты. Шоу бағдарламаның тиімсіздігі де осында, тікелей проблемамен жұмыс жасамауында. Бағдарламаларға қатысушы болып отырғандар негізінен әрине бәрі деп айта алмаймын, материалдық жағдайы жақсы, ата-анасы қолдап отырғандар. Осындай дайын қатысушылар арқылы оларды үйлендіріп, үлкен той жасап, бағдарламаға хайп жасау. Осыдан туындайтын тағы бір табиғи сұрақ сонда: енді материалдық жағдайы төмендігінен отбасын құра алмай жүргендер қайда бару керек? Ол мәселені сонда кім шешеді? Шын мәнінде осындай бағдарламалар халыққа көмектескісі келсе, неге сондай проблемамен жұмыс жасамайды? Яғни нағыз мұқтаж жандармен. Солай болғанда мен сенер едім, міне халыққа пайдасы бар бағдарлама осылар деп. Қаражаты бар адамға отбасын құру қиын емес. Негізгі мәселе бұл бағдарламалардың рас не өтірігінде де емес, керісінше мемлекет қаражатының қалай жұмсалуында. Дәлел ретінде статистикасын қарасақ, соңғы нәтижелер бойынша бірінші қалаулым ашылғанына 3 жыл болса да үйленгендер саны тек 8 адам екен, ал екіншісінде мүлде 3 адам. Бұлардың арасында ажырасып кеткендері де бар. Осыны енді салыстырмалы түрде соңғы статистикамен салыстырсақ, ол үшін Inform.kz сайтынан қараймыз. Бұл жерде Қазақстанда әрбір екінші отбасы ажырасады депті. Статистика 2019 жылғы 11 қаңтарда жарияланған екен. Астана Қазақпарат. Қазақстанда ерлі-зайыптылардың ажырасуы белең алды. Бұл туралы Қазақстан әйелдері қауымдастығы қоғамдық бірлестігінің президенті Гүлнар Байымбетова Астанада өткен арнайы отырыста мәлімдеді. Ажырасушылар саны өте көп. Статистикалық дерек бойынша Астанада әрбір 3-ші отбасы ажырасады. Қазақстанның солтүстік өңірлерінде әрбір 2-ші отбасының шаңырақ шайқалады. 82%-ның ортақ балалары бар. Өткен жылы Қазақстанда 40 мыңнан астам ажырасу фактісі тіркелді, деді Семененко. Британдық басылымның әлемдік рейтингінде Қазақстан ажырасу саны бойынша 10-ші орында тұр. Сарапшылар неке бұзылғаннан кейінгі балалардың тұратын жер мен ата-аналардың баламен қарым-қатынас уақыты туралы дау-дамайдың да айтарлықтай өскенін жеткізді. Қорыта айта келгенде, бұл бағдарламаны халық үшін істеп жатқаны теңіздің тамшысындай ғана. Сондықтан айтады, салдарымен емес, мәселенің себебімен күрес деп. Ал себебі сол жоғарыда айтқанымдай материалдық жағдайдың төмендігі, яғни жұмыс жоқ отбасын асырайтын, баспана жоқтығы әсіресе жастарда тағы басқа. Ал бұндай төмен нәтиже көрсететін, бірақ мемлекет қаражасын миллиондап жұмсайтын бағдарламалар мемлекетке пайдасы жоқ біреулердің жеке бизнесі. Иә, мүмкін мемлекетке салық төлеп отырған болар, бірақ меніңше мемлекет бюджетінен қаржыландырылған шығынмен салыстырғанда ол төленетін кіріс салық түрі түкке де тұрмайды. Қорыта айтқанда, жеке өмір ол әркімнің жеке мәселесі. Өзінікі болған соң ақылы таныстыру агенттіктері бар. Мысалы, қазір керек адам өз қаражатына барсын. Критиковать ету деген предлагать дегені дейді. Менің ұсынысым мемлекет тарапынан, мысалы, отбасы жоспарлау институттары жұмыс істесін. Міне сол мекемелер айналыссын осындай мәселелермен. Сенімді болу үшін порталдар немесе ресми сайттар ашып қойсын, танысу бұрышы деп. Әйелдер құқығын қорғау үшін ер азаматтар жайлы ақпараттар беріп тұрсын. Ойлаймын, міндетті түрде телеарналарда көрсетіп отырғызып қойып, оларға ақыл айтып, қауіпсіздік комитеті деп оларды қорқытып ұстап отыру қажет емес. Қалай дегенде де осындай болмашы. 3 жылда 10 адам үйленді деген жетістіктер үшін бюджет қаражатын оңды-солды шашуға болады деп есептемеймін. Нәтижесінде әрбір үйленген 2 жұп ажырасып жатса. Сонымен бүгінде менде осы. Сау сәлеметте болайық.